Көшпелі халықтардың қонақ жайы болғаны ертеден белгілі. Көшпелі қазақтардың өмір салты көшіп қону болғандықтан оларға тән әдет-ғұрыптар, ережелер, салт-дәстүрлер қалыптасқан. Осылай орын ауыстырудың қиын жақтарын адамдар бір-біріне көмектесу арқылы жеңілдеткен десек те болады. Осыншама қазақтың кең жазық далада көшіп қонуының жеңіл болу себебі ерулік сияқты дәстүрді сақтағанынан. Ерулік бір ауылға жаңадан көшіп келгендерге дәмді асын асып, қазанын қайнатып, көмек қолын созу арқылы бұрыннан тұрып жатқан адамдардың көрсеткен ілтипаты. Ол дегеніміз жаңа отбасыға көрсетілген сый-құрмет және тез арада жақын араласып кетудің бір жолы. Ерулік дәстүрлі халықтық жоралғының жарқын үлгісі. Жаңадан көшіп келген, жапсарлас қонған отбасына бұрыннан отырған көршілері қонағасы береді. Дәм тұз татырып, ықылас пейілін білдіреді. Ерулік беру арқылы ауыл тұрғындары жаңа көршілерін өздеріне етене жақындастыруды, бөтенсітпеуді де көздейді. Ерулік қысқы соғымның қазы қарта, жал жая секілді сүбелі мүшелерінен пісіріледі, немесе арнайы қой сойылып шақырылады. Қазағымыздың кең пейілділігін, жомарттылығын, қонақжайлығын паш ететін дәстүрлердің бірі осы ерулік беру. Жаңа қонысқа көшіп келгендердің алғашында үйренісе алмай тосырқайтыны заңдылық. Сондықтан дана халқымыз ерулік беруді ойлап тапқан. Бұрыннан отырғандар көшіп келгендердің үйін тігісіп, барлық көрші болып кезек-кезек қоныстанушының бала-шағасымен қосып, түгел үйлеріне шақырып, танысып, білісіп, араласып кетудің жағдайын жасайды. Үлкендер де бала-шағада ерулік кезінде әбден танысады. Егер көшіп келгендер жас отау болса, оларға ыдыс-аяқ сияқты ұсақ-түйек, бірақ күнделікті қажетті дүниелерді де тарту ететін болған. Осылай етене жақын араласудың арқасында бөтен адамдар туыстардай бауыр басып кетеді. Қазіргі кезде әсіресе үлкен қалаларда бұл дәстүр өкінішке орай ұмытылып барады. Яғни ерулік дәстүрлі ортада жаңадан көшіп келгендерге берілетін қонақасы. Кезінде кімге болса да ерулік беріп, жатсынбай қарсы алу дәстүрінің арқасында жер аударылған Корей, шешен халықтары қазақ жеріне бауыр басып сіңісіп кетті. Тіпті олардың біразы тарихи туған жерлеріне қайта оралса да, қазақ халқының жақсы қасиетін ұмытпай айтып жүретіндігін бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп те, біліп те жүрміз. Сол себепті асыл дәстүріміз бен әдет-ғұрыптарымызды ұрпақтан ұрпаққа беріп отырғанымыз абзал болар еді. Ерулік ежелден енген дәстүр. Іргесіне келіп көштіреген көршіні қонақ етіп, білісіп сұрасатын салт. Ағайынның аты озғанша ауылдастың тайосын дейтін қазақ үшін Құдай қосқан көрші қашанда сыйлы. Ерулік беру арқылы жаңа қоңысыны етене жақындастыруды, бөтен сүретпеуді көздейді. Көршілер қош келіпсіздер. Жаңадан келген көршіме ерулік берейін деп отырмын. Рахмет. Алла сіздерге жар болсын. Ерулікке шақырған үй қыстан қалған қазы қартасын асып, табаққа бауыр салады. Ол бауырдай араласып, жақын жүрек дегенді білдіреді.